Сәлеметсіңдер ме балалар? Ана тілі сабағы 20 сабақ. Ең алдымен каналға жазылып аламыз балалар. Бүгін буын тақырыбымен танысатын боламыз. Бірінші жаттығуға назар аударайық. Тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжа, мәтінді тыңда дейді. Еліміздің астанасы Нұр-Сұлтан қаласы. Қаланың ортасымен Есіл өзені ағады. Қалада әсем ғимараттар көп. Онда бәйтерек, хан шатыр бар. Нұр-Сұлтан қаласы әдемі, ол маған ұнайды. Ғимарат дегеніміз белгілі бір үлгімен салынған құрылыс нысаны, яғни бәйтерек, хан шатыр, бұлардың барлығы ғимараттарға жатады балалар. Мәтін не туралы айтылған екен? Мәтін біздің бас қаламыз Нұр-Сұлтан қаласы туралы айтылған екен. Нұр-Сұлтан қаласы туралы өздеріңнің білетіндерің туралы айтыңдар балалар. Екінші жаттығу, сөздерді буынға бөліп жаз. Нұр-Сұлтан, астана, қала. Балалар, сонымен сөз буынға бөлінеді. Сөзде қанша дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Мысалы, ер. Бұл жерде бір ғана дауысты әріп тұр, сондықтан бір буынды сөз. Ата екі буынды сөз, өйткені екі дауысты дыбыс тұр. А деген. Келесі жаңғақ, екі буынды сөз. Жұмысшы, үш буынды сөз, себебі үш дауысты дыбыс тұр екен. Балалар, осы ережені жаттап аламыз. Үшінші жаттығу, сан реті бойынша буындардан сөйлем құрап айт. Әр сөздегі буын санын анықта. Еліміздің бас қаласы сызықша Нұр-Сұлтан. Міне осындай сөйлем құрадық балалар. Енді буынға бөлейік. Еліміздің төрт буынды сөз. Бас бір буынды. Қаласы үш буынды сөз. Және Нұр-Сұлтан үш буынды сөз екен балалар. Сау болыңдар.